Қайырлы күн. Біз бүгін Саржал ауылындамыз. Бүгін міне Саржал ауылының тұрғыны Әсен Әлімжанов, осы ауылдың белсендісі, осы ауылдың шаруашылық істейсіздер. Шаруашылық істейді, осы ауыл үшін жанын беріп жүрген адам. Біздің жалпыұлттық социал-демократиялық партияға кеп жүгінді. Осы ауылда интернет жоқ деп, тағы да қоқыс мәселесін көтеріп. Сол себептен осы ауылға келдік, ауылды жаңа араладық. Әкім құзыретін орындайтын уақытша орындаушымен де кезіктік, онымен де сөйлестік. Енді көптеген адамдармен сөйлестік, балалармен де сөйлестік, осы жақтың тұрғындарымен де сөйлестік. Енді көбі видеокамераға сөйлегісі келмейді, ұялады. Сондықтан енді сол сөйлеген әңгімелескен әңгімелеріміздің бәрін аяқтай келіп, осы жерде бірге айтып берейік дедік. Әсен, осы интернет мәселесін қашаннан бастап көтере бастадыңыз? Қай жерлерге жүгіндіңіз? Айтып берсеңіз. Біздің ауыл 2015 жылдан бастап осы интернетті көтеріп келе жатыр. Соңғы бір жылда мен сол нақты тиянақты ретін көтеріп келе жатырмын сол мәселені. Бірақ әлі ешқандай нәтижеге жеткен жоқпыз. Былтыр осы ауылға Теле2 әкеліп мобильді интернет құрмақшы болған. Желтоқсан қараша айында өткен жылдың. Ол істемей кетті. Одан бері 5 ай өтті, әлі интернет жоқ. Не мобильді, не Қазтелекомның интернеті жоқ. Былтырғы жылдың 20-шы жылда министрліктен келген жауабы бар, 20-шы жылы тартылады деген. Ол да жоқ, әлі жоқ. Ешқандай интернет жоқ. Бір жыл, 2 айдан асты ма пандемия болғалы. Не балалар мектепте оқуын оқыған жоқ. Және естісіз, балалар қалай жауап берген. Телефон арқылы дейді, ешқандай мүмкіндігіміз жоқ дейді оқуға. Ал бізде ізденіп оқиын десең, жаңағы балалардың ренішін айта кетейін енді жауап бергеннен кейін. Мұғалімдердің өздері малсыңдар деп айтып жатқанын естіп жатырмыз. Осындай сорақылыққа бара жатқанын естіп жатырмыз осы интернеттің жоқтығының кесірінен. Қалаға кеткен балалары өзі ақша жоқта, о жақтағылар екі ортада сабылып, олар да өмір сүру әбден қиындап кетті қазір. Жаңа айта кетсек, жаңа оқушы балалармен кезіктік, оқушы балаларға сұрақ қойдық. Былтыр пандемия кезінде қалай оқыдыңдар деп. Олар жауап бергені, мұғалім бізге звондап тапсырма береді дейді. Содан кейін тапсырманы қоңырау соғып мұғалімге қайтадан жауап береміз дейді. Тағы да мына кейбір ата-аналардан сұрап едік. Ата-аналар айтады, мектепте бір жәшік жасап қойған, содан барып тапсырманы аламыз. Содан кейін жасағаннан келіп қайтадан жәшікке тапсырманы саламыз дейді. Енді былтыр балапан болды, балапан арқылы оқытты, бірақ та күнделік кезет деген бар. Күнделік кезетке жүктеуге мүмкіншілік жоқ бұл ауылда. Мұнда енді статистика бойынша 1720 дейді ме, солай халық бар екен, бірақ та енді бір 2000-дай бар шығар, қазіргі кезде. Статистика қашан жасалды, ол белгісіз. 380 жаңа әкім айтқанымен 380 жанұя бар екен. Енді бұл ауылда, енді өзі Семей халқына бұл ауыл белгілі ауыл. Тек қана Семейге емес, жалпы Қазақстанға да белгілі. Өйткені бұл жерде бренд болып кеткен Саржалдың қымызы бар. Көптеген халық біледі, Алматы, Астана бәрі біледі. Сол жақтан да тапсырыс беріп жатады. Келсеңдер Саржалдың қымызын ала келіңдер. Міне сол белгілі Қазақстанға, қазаққа белгілі Саржал ауылымызда ғаламтор жоқ, интернет жоқ екен. Ешқандай интернет жоқ. Не мобильді интернет жоқ, не волкомный дейді, ондай интернет жоқ. Сол енді Әсен ағамыз қаншама жыл осы күресіп жүр. Былтырдан бастап хаттар жаза бастаған, әкімдікке жазған, министерствоға жазған, министрлік жауап берген 2020 жылдың аяғына дейін интернет болады деп. Содан кейін желі қамтарды қоймай, Семейтаны
газетінде Иә, шыққан. биылғы жылдың 1-2 номері 7 қаңтарда шыққан. Абай аудандық әкімшілігінің берген жауабында, ақпаратында талшықты оптикалық дейме? Шыны талшықты оптикалық интернет жүйесі тартылған деп берілген. Енді ондай тартылған ештеңені көрген жоқпыз біз әлі. Абай ауданында бәрі жерде тартылған. Ауданда бергенде барлық ауылда тартылған дейді ғой, бірақ мысалы үшін қасымызда тұрған Тоқтамыста жоқ. Ауданның орталығына кетіп бара жатқанда Медеу ауылында онда да көрген жоқпын. Тағы да ол жерде бір ауылдың аты жазылған, енді сол жерге ғана орнатылып алмай қалды деп. Тоқтамыста жазған ғой, қателеспесем. Иә, Тоқтамыста жоқ, мен білетін 3 ауылда жоқ осы жерде. Бірақ та біраз артынан Қайнар ауылында. Иә, Қайнар о жақтарда бар, иә. Бірақ та ол Қайнар Абай ауданына жатпайды, қалаға жатады ғой. Мен өткен ақырғы жазған хатында Абай ауданының әкімшілігінде, енді әкім сол Нұр Отан партиясының төрағасы ғой, Нұр Отанға жазған хатында сол комиссияда болғанда әкімнің айтқан уәжі, ол тек қана Абай ауданының бюджетіне ғана жауап беремін, басқаға мен жауап бере алмаймын дейді. Соны менде әжептәуір кеудемде өкпе қалды. Егер ол бюджет, мен одан бюджет сұрап бармадым, мен одан интернет сұрап бардым, қай уақытта орнатылады деп. Онда сондағы берген маған жауабы ол сол, мен аудан бюджетіне ғана жауап беремін, республиканың бюджетіне жауап бермеймін дейді. Сонда біздің аудан бойынша біздің ауылға кім сонда иелік етіп отырған? Мен таңғаламын да. Интернет мәселесін енді кім көтереді, ол көтере алмайтын болса. Ол көтермесе, мысалы үшін ол айтады да, Саржал ауылы Семейге де алыс, Абайға да алыс дейді. Жарайды, алыс болсын, сонда халықтың ауыл кінәсі емес қой, алыстығына, жақындығына. Мысалы үшін мына жерде Алтаға үй тұратын ауылда Семейге қарайды, Самай, Ақбұлақ ауылы. Ол жерде интернетте бәрі жаңағы талшықты интернетте тартылған оптикалық. Ол жерде бәрі істеп тұр, мобильдік те интернет істеп тұр. Ол өйткені Семейге қарайды. Ол жерге бізге жаңағына Тоқтамыс ауылына 40 шақырым, мына жерге турасынан 60 шақырым жер. Ол ауыл Саржалдан да алыстау болады, Семейге? Иә, Семейге бізден былай қарай өтіп кетіп 100 шақырым былай қарасам. 90-100 шақырым сондай мөлшерде. Ал ортада дәл біз қалып отырмыз, біз барлық жерге алыс болып отырмыз. Мен бұл жүйенің бұл қылығын түсінбедім, ешқандай неге жатпайды да айтуға. Сен осы ауылда енді қымызымен әйгілі болса, бұл жерде жылқы да көп. Жылқы көп. Қаншама шаруашылықта бар? Ұзын қысқасы бір естігенде 76-ма сондай мөлшерде. 80-де ішінде сатушыларым бар, магазин соға отырған кәсіпкерлерім бар, ИП-ларым бар. Солармен бір 80-ге барады енді салық төлеп отырғандар. Қаншама салық төлеп отырған халық бар, оған неге жағдай жасалмайды деген сұрақ. Басқа енді Шұбартау жақта совхоздар бар, жаңағы Ақбұлақта да айтып отырмыз. Кішігірім ауылдар, оның өзінде интернет бардағы, үлкен бір көптеген шаруашылығы бар, халқы да көбірек, ауылда интернет жоқ болғаны, ол енді дұрыс емес деп есептейміз. Және де министрлік 2020 жылдың аяғына шейін интернет өткізіліп, бәрін қамтамасыз етіледі деген. Енді бұл сұрақ сол министрлікке жолданады. Неге осындай уәде беріп, биыл енді 2021 жыл әлі де уәде орындалмаған деген. Және де басқа да осы ауылдың проблемаларын қарап өттік, көріп өттік. Қоқыс проблемасы бар екен. Ауыл маңайында. Және көрсетіп шықтым ғой. Ауыл маңайында қоқыс полигоны дейік екен. Ана жерде үлкені табличка іліп қойыпты. Қоқыс тастауға болмайды. Айыппұл салынады деп. Бірақ та енді ешкім жауап бере алмады. Қаншама жер, қаншама гектар ана жерде қоқыс тастайтын жерге бөлінген деген.
осы ауыл енді ақсақалдарды жаңағы әкім орындаушысы, уақытша орындаушысы айтты ғой, мен ештеңе білмеймін деді. Мен бұрынғы әкімнен сұрағанда бұл ауылда сол жерде белгіленіп берген, бөлініп берген 1,5 гектар жер бар екен. Енді анау жаңағы мен сізге көрсетіп кеткен жер ол 1,5 гектар емес, оны жоқ дегенде 10,5 гектар жер. Ол әлі күні не айналасы қоршалмаған, не жиналмаған, жаңағы ұшып кеткен қоқыстармен есептесең, анау одан да 2 есе көп жер болады. Енді сол боқтық туралы мысалы үшін айтайын десең, қазір әкімшілік жаңағы кісілерден сөйлестік қой, видеоға түскілер келмеді, бәрі қорқады. Ауыздағы сөздерін айта алмайтын, неге екенін енді бір Құдай білсін, өздері біледі. Жаңағы полигонда айтайық деген себебім, анау жылдан жылға созылып бара жатыр. Егер анандай жинай алмайтын болсақ, біз арттағы ұрпақтан ұят болады ең бірінші. Енді өлген өз сорын деген сияқты Алланың алдына барғанда жауап басқаша болатын шығар. Енді сол жерді жинастыру қазір бірінші міндетте тұр, ол кезек күттірмейтін мәселе деп ойлаймын өзім. Өйткені жаңа көрдіңіз ғой, ауылдың сауын малдары, сиыры да, жылқысы да жол бөгет жасап тастаған жайылымға кететін. Жаңа әр жақ іргесінде су бәрін көрдіңіз ғой. Сондықтан енді осыны бір қолға алатын уақыт келді деймін де. Дұрыс. Енді бұл мәселе қоқыс полигоны жөнінде тікелей Абай аудандық әкімдігіне қойылады. Оған да хат жібереміз. Неге бұл жерде қоршалмаған? Енді сіз өзіңіз айтып отырсыз, ауылдағы халықты есіктің қасында қоқыстар болса, айыппұл саламыз деп шошытып арттарынан қудалайды дейсіз. Полигонға дұрыс салмады деп қайтадан осы ауыл халқын кінәлайды дейсіз. Бірақ та КАМАЗға ақшаларын төлеп, КАМАЗбен шығарып отыр. КАМАЗдар ол жерге шығарғанда олар әкімшілік рұқсат берді, осы жерге шығару деп көрсетілді деп шығарып отыр. Бірақ та ол жерде ешқандай трактор жұмыс істеп жатқан жоқ. Қоршауды жаңа сіз айтып кеткен секілді жоқ. Қоршау жоқ болғаннан кейін, ол жерде тракторлар көміп, ешқандай жұмыс жасамағаннан кейін, ол қоқыстың бәрі қатты жел тұрса, қатты жел емес, кішік кірінген жел тұрса дағы пакеттер, қағаздар бәрі даламызға ұшып жатыр, қазақ даламызға. Жақсы, осы жөнінде бәрін министрлікке де, интернет жөнінде өз тарапымыздан хат жолдаймыз. Және де Абай әкімдігіне хат жолдаймыз қоқыс жөнінде. Әрине, жалғыз қоқыс жөнінде, интернет жөнінде екі мәселені бірдей көтергендеріңізді мен сіздерден сұрар едім. Өйткені екеуі де кезек күттірмес мәселе болып тұр да. Жаңа қоқыс полигон туралы. Биыл қолға алмаса, жылда егер анандай созыла беретін болса, бұл ауылдың көлемімен бірдей болып бара жатыр. Депутаттарымызды бәрі қалай кім сайланып кететін бір жұмбақ сияқты болып қалды да, ертең өзі, мен білесің ғой енді, байқаушы ретінде, бақылаушы ретінде 2 сайлауда қатыстым. Былтыр алдыңғы жылғы Тоқаевтың сайлауында биылғы сайлауға енді төбелеске дейін бардық, бірақ бәрі қатыстырмады мені. Ондағы айтқаны уәжі ПЦР тестім жоқ деп. Енді бір ауылда тұрып, менен ғана тест керек екен де, сайлаушыларға сайланғаннан кейін тест керек жоқ болды. Енді қарасам, ауылдың депутаты, ауылдың оқу меңгерушісі, мектепте завуч. Осы ауылдың тұрғаны қазір депутат болып отыр. Оған талай хаттарды апарып бердік осы интернет туралы. Аудандық Нұр Отан хатшысында да болдым. Олардың жаңа интернет туралы айта кететін болсын, ол жердегі жол картасын көрсем, олардың биылғы жол картасында интернет Саржал ауылы мүлде жоқ. Биылғысында. Биылғы жылғы жол картасында жоқ. Біз жоқ адамбыз ғой олай қарағанда. Енді министрлікке айтамыз. Мәселе, содан кейін экологтарға да өтініш, мен қазақпын деген өз жерін
азаматтар болса, мынаны келіп, мына боқтықты жөнге салатындай заңды түрде істейтіндей қылып, не бірдеңе керек бізге. Шығыс Қазақстан облысының экология бойынша департаментіне хат жолдаймыз. Бұл мәселені тексеріп, қаралсын деп. Өйткені енді қаншама аумақ жерді қоқыс жайылып жатыр. Енді бірақ ана жерде көн де бар, көннен де енді біраз шын айтсақ, көннен де ақша жасауға болады. Жаңа көрдіңіз, ана әкім уақытша орындаушысы Ақсақалдар үйінің төрағасы айтып отыр. Бұл жерде жалғыз әкім емес, бұны қолға алып, соны істейтін әкім емес, ауылдың кісілері, тұрғындары өздері кінәлі деп отыр. Өйткені біз мен мысалы үшін ауылдың тұрғаны ретінде ана жерге мен ешқандай боқты көн үшін кінәлі емеспін. Өйткені бізге белгілеп берген сол жер. А жинамағанына ол жерде әкімшіліктің ана жерге тракторды қойып, техникасын қойып, ана боқтықты жинастырмағанына оған біз ауылдық кісілер кінәлі деп есептемеймін. Сондықтан жаңа пандемия анау деп кісілердің көбі келмей қалды ғой. Енді бұл жерде пікір екіге бөлініп кетіп тұр да. Әкімшілік бюджетниктер жаңа халықтың ақшасын бір неден алып отырғандай, олар өз сөздерін өз сөйлеп отыр. Оған ақша бөлінбейді, айтпайды. Ол әкімдердің тікелей жұмысы бұл. Неге қарамады, неге... Жалғыз әкімдердің емес, депутаттарды бюджет бөлу керек қой. Иә, бюджеттерін қарап, соны шеше алмаған, оған халық кінәлі емес қой. Жаңа ой пікір уже екі халықпен екі ортаны айдап тастағысы келіп тұр. Олай болмайды ғой. Ол әкімшілік қызметкеріміз деп, өздерінің мемлекеттік қызметкеріміз деп кеуделерін соққаннан кейін ол қарау керек оны, істету керек ол. Міндетті түрде ЖКХ-сы бар, бәрі бар, қолдарында бәрі рычагтары бар, осыны істеуге болады ғой. Ал көрсеңіз жаңа адам көріксіз жер. Ауылдың іші де сырты да сондай. Полигон деп айтуға да келмейтін анандаймен. Мынандай ауылда тұрып, жерде тұрып. Бұл болашаққа біз ешқандай ойлап отырған жоқпыз. Өз ертең күнімізбен ғана жаңа кісілердің өздерінің түрінен де көрдіңіз, бәрінен де байқап қалған шығарсыз. Осы екі мәселе бойынша сіздерден тиісті жерлерге хат жолдаймыз. Осы видеомда өйткені бізде мүмкіндік жоқ екенін толық көрдіңіз, білдіңіз. Не мобильдік интернет жоқ, не жаңа Қазтелеком талшықты интернеті жоқ. Қазір барлығы сол интернет арқылы бітетін. Даже біз өзін салықты да жай телефонға свет төлейін десең де біреуге хабарласың, маған бірлік көйжеш, маған анам бүйтшеш. Бар нәрсенің мүмкіндікті біз шектеліп отырмыз ғой. Халықтың қазір үйден қозғалмай отырып бәрін төлеп, бәрін жасай алады қазір. Сондықтан біз сіздерден үлкен көмек күтеміз. Мынандай еститін мекемелерге, құзырлы органдарға жеткізулеріңізді сұраймын. Өз тарапымыздан бәрі мүмкіндікті қолданып, мүмкіндіктерінше көмек сұраймын сіздерден. Заң аясында бәрін жасауға тырысамыз.